Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді шоколадты зебра пирогының рецептісі. Сары майымызға қантымызды саламыз, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Одан соң үстінен 3 жұмыртқамызды бір-бірден бөліп салып, осылай миксермен араластырып аламыз. Ал енді айранымызды құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызға разрыхителімізді салып екеуін араластырып аламыз. Және де ыдысымызға салып біркелкі қалыпқа келгенше жақсылап қозғап аламыз. Ал енді екіге бөлеміз. Бір бөлігіне какаомызды саламыз. Шоколадты болғанын қаласаңыз, какаоны мен секілді көп қылып қосасыз, қоюлы болып шығады. Ал егерде полоскалары көрініп тұрғанын қаласаңыз, какаоны аз қылып салып сұйықтау қыласыз. Осылай бір-бірден үсті-үстіне қойып дайындап аламыз. 180 градуста 10 минут шамасында пісіріп аламыз. Міндетті түрде қарап тұру қажет. Сонымен біздің пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз. 20 минут қана уақытыңызды алады пісуімен. Жұмсақ әп-әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.